Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге үй жағдайында 10-11 айлық болған болса, балдарыңыз сол әлі еңбектемей жүрген болса, сол баланы қалай еңбектетуді көрсетемін. Құдай қаласа, осы жаттығуды жасасаңыздар, осы 10-11 айлық балдарға, даже 9-10-11 айлық балдарым еңбектемей жатыр әлі деп жатасыздар ғой. Соларға еңбектеуді үйретемін. Бізде бірінші жаттығуымыз, бала тұрақ не қылады да, міне қараңыздар. Былай екі аяғын бүйтіп не қыламыз. Осылай қоямыз. Бала тұрмайын дейді болды. Бірақ осылай жасай береміз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Енді тура сол жағдайда қолымда. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бірінші жаттығуымыз бітті. Енді екінші жаттығуымыз балай. Осылай нені, подушканы аламыз. Осылайдан қоямыз. Тура осындай жағдайда да аяқты тура осындай қойып қоямыз. Жасты сүйреуіміз. Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Енді артқа қарай. Және бір, екі. Жасты қимылатамыз. Бір, екі, бір, екі. Сонымен қолын алдына шығарамыз да, бұнда. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Екінші жаттығуымыз бітті. Сосын үшінші жаттығуымыз. Ондай жаялық керек болады оған. Баланы жаялығымыз. Сонымен бүйтіп көтереміз. Тұр өсі көтергені. Мені қараңыздар қалай. Баланы ойнаватқан ойыншығын алып тұрамыз. Тастаймыз. Көрдіңіздер ме? Бір, екі. Өздігімен қолын алдына қарай. Әдейі ойыншықтарын қойып қойғанбыз. Алдына қарай әрекет болсын. Ойыншық тастаймыз. Қараңыз, алдына қарап әрекет жасаймыз. Бір. Көрдіңіздер ме олай? Тағы да былайына көрсетейін сіздерге. Қараңыз. Бір, екі. Алдына. Алуар әрекет жасап жатыр. Жүр, алдына қарай жүр балапан. Екі, бір, екі. Бір. Енді өзін еңбек етуге әрекет етеміз. Көрейік. Тұра ғой, тұр. Көрдіңіздер, уже жайлар. Осылай үш жаттығуды істетіңіздер балаға. Сонымен тез үйреніп кетеді еңбектеуді. Үйтіп қашан еңбектейді деп отырмаңыздар. Тура осылай мен жасатқандай жасатсаңыздар, 2-3 күнде результат береді ғой.